Жылдам хабарнама шұғыл дерек. Ассалаумағалейкум армағазақ. Алматыда өткен аптада 52 адамды кене шаққан. Бұған не себеп болды? Егер осы турсында толығырақ мәліметке ие болғыңыз келсе, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, каналымыздың дамуына өз үлестеріңізді қоса кетуіңізді сұранамыз. Ал онда біз бастадық. Алматыда өткен аптада 52 адамды кене шаққан, оның 23-і бала. Бұл туралы қалалық қоғамдық денсаулықты сақтау басқармасының штаттан тыс бас травматология ортопед дәрігері Қанат Тезекбаев мәлім етті. Кенелер адамдардың көбінесе қала маңы мен тау байларында шыққан. Денеге жабысқан күйінде теріден алған кезде оның біз тұмсығының қалып қоймауын қадағалап, мүмкіндігінше тезірек алып тастауымыз керек. Егер дәрігерге бару мүмкіндігі болмаса, дәріхана немесе кез келген басқа жерде сатылатын қысқыштар бар арнайы пинцет қолдануға болады. Кененің барынша жабысқан жерінен ұстау керек. Пинцетті тістерін жерінен перпендикуляр ұстау, кененің денесінің айналдырған күйі алу керек. Көп ұзамай кенеде теріден өздігінен шығылуы керек, деді Қанат Тезекбаев. Мамамның айтуынша, кене негізінен адам терісінің ең жұмсақ жерін шағады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.